Егер мафия ойыны өмірде болса, сіздермен бүгін наступила ночь дорамасы туралы таныстырғым келеді. Осындай үлкен көлемді видеолардың алғашқысы болып отыр. Сондықтан да барынша қолдау сұраймын. Қолдау ол әрине лайк және арнама тіркелу. Наступила ночь бұл бізде мектеп оқушылар туралы. Олар экскурсияға басқа аймаққа, ауылдық жаққа барады. Бұл жерде бізде соңғы мектеп оқушылары барлығы қуанып мектепте автобуста отырады. Барлық оқушылар барлығы өте көңілді, өйткені енді экскурсияға барады ғой, былай айтқан кезде саяхатқа. Солай бара жатып, қонақ үй сияқты жерге келеді, барлығы қуанады. Одан кейін басқа автобус, тағы бір автобус болу керек, бірақ олар келмей қойған. Сондықтан да сол жердегі мұғалім жаңағы автобуспен қайта кетіп қалады да, оқушылардың өздері ғана қалады жаңағы ғимараттың ішінде. Сонымен барлық жер жабылады, ал оқушылар мафия ойынына келді, өмірдегідей. Солай олардың телефондарына хабарлама келеді. Біреу мафия болады, екіншісі дәрігер болады, үшіншісі қарапайым халық болады және полицей болады. Дәл мафия ойындағыдай. Одан кейін бірақ балалар бір-бірінің телефондарын қарай алмайды, кім мафия емес екендігін. Егер қарайтын болса, олар сол жерде өлтіріледі. Дәл ойындағыдай қалай ұйықтайды дейді. Барлығы қандай да бір тылсым күштердің күшімен ұйықтап қалады. Ал бірақ мафия оянады, оларға сондай мүмкіндік беріледі. Мафия оянып, бұл жерде бізде бір емес, екі емес, бірнеше мафия болады. Солай кәдімгі өздерінің сыныптастарын өлтіру керек болады. Ал егер өлтірмеген жағдайда, ол жаңағы балалардың өздері өледі. Сол себепті балалар өлтіруге мәжбүр болады. Солай өлтіреді, таңертең барлығы оянып, кім екенін анықтау керек болады. Ал егер де расында да мафияны анықтайтын болса, мафия өледі. Оны өлтіріп тастайды. Біздерде комиссар болады, бір кейбір ойындарда полицей деп айтып жатады ғой. Комиссар анықтайды, бірақ комиссардың да көзін құртады. Ол жерде бұл дорамада бізде өмірдің қаншалықты қымбат екенін, өзіңнің сыныптасың, досың деп жүрген адамның өзі қаншалықты сатып кететінін осы дорамадан көре аласыздар. Балалар барынша себебін анықтауға тырысады. Біз неге өзіміздің аймағымыздан кете алмаймыз, бұл жақта неге шыға алмаймыз деген сияқты. Олар барынша зерттеуге тырысты, таулы аймаққа дейін барды. Ал нақты бір аймақтан шығып кететін болса, олар сол жерде өліп қалады. Сондықтан балалардың мафия ойынын ойнаудан басқа амалы қалмайды. Солай балалар өлтіріле береді, кейбір мафиялар анықталады, өледі. Дәл ойындағыдай мафия өзінің мафия екенін осы дорамада кейіпкерлер көрсетпеу керек қой. Соңына келетін болсақ, мафия анықталады, өлтіріледі, өліп те қалады. Соңында тек қана бір ғана қыз қалады, тірі. Содан кейін не істерін білмейді. Содан бір қараса, ол оянып кетеді. Ол қандай да бір жерде отырып, сол бүкіл миы сол мафия ойынына кетіп қалады екен. Тек қана ол ғана емес, жаңа қатысқан оқушылардың барлығы. Бұл неге олай жасалды? Бұл буллингтен қайтыс болған қыздың, мектеп оқушыларының қорлығынан қайтыс болған қыздың ата-анасының жасаған істері. Оның әкесі ғалым адам, білімі бар адам, ондайды жақсы біледі. Сондықтан да оқушылар соны сезінсін, оның қыздарының қалай қиналғанын көрсін деп оларға осындай жаза береді. Сонда қыз оянып, жаңағы әке-шешесі оған барлығын айтып береді. Бірақ ата-анасы айтады, бұдан қайтпайды, дальше әрі қарай да осылай болады, сендер осы қорықты көрулерің керек деп. Сонымен қыз тағы да ұйықтап кетеді де, оянса жаңағы жағдай қайталанады, ол автобуста оянады. Солай дорама аяқталады. Мүмкін екінші сезонға деген бұл бір орысша айтқан кезде намек шығар, бірақ ол шынында да бола ма, болмай ма екінші сезон, ол жағы беймәлім. Дораманы көрген жандар бар ма? Ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.